Әңгіме басталмай жатып лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпайық. Және әңгімені соңына дейін тыңдайық. Теміржол бекетінің маңында бүрсеңдеп тоңып тұрған мұқтаж әйелге 6000 теңгеге ыстық көже алып беріп, хирургтың қабылдауына асығып бара жатқанмын. Сол сәтте оның кішкентай қызы жолымды бөгеп: «Анам сезет, сенің дертім жалған. Күйеуің мен дәрігер бірігіп сені алдаттыр. Олар сенің сап-сау мүшеңді кесіп алмақшы» деді. Мен оны қуып жібердім. Бірақ ішімдегі күдікті сейілту үшін басқа дәрігерге тексерілуді ұйғардым. Бастамас бұрын бізді қай өңірден тамашалап отырғандарыңызды жаза кетсеңіздер. Бұл біз үшін өте маңызды. Осынау ғибратты хикаяны ықыласпен тыңдауларыңызға тілектеспіз. Райхан плашының жағасын түзетіп, емхананың ауыр шыны есігін итеріп ашты. Алматыдағы бұл жекежай емхана оны қымбат кофенің иісімен және гүлдердің жұпар аңқыған хош иісімен қарсы алды. Қабылдау бөліміндегі үлкен құмырада аппақ сүмбіл-шаш гүлдері тұр. Едені ақ мәрмәрдан, қабырға бойында жұмсақ былғары орындықтар тізілген. Көзге көрінбейтін дауыс орайтқыштардан баяу әуен естіледі. Мұндағының бәрі мекеменің беделі мен сенімділігінен хабар беріп тұрғандай. 52 жас. Адам өз денесіне жіті қарай бастайтын кезең. Райхан жоспарлы тексерілуді 3 ай бойы кейінге қалдырып келген еді. Маңызды істер таусылған ба? Бірде саяжайдағы жөндеу жұмыстары, бірде демалысқа немерелері келеді. Енді бірде құрбысы Камиля оны қыш қымыра жасау курстарына ертіп кетеді. Бірақ күйеуі нық сөйледі: «Райхан, сенің тексерілмегеніңе 1 жыл болды. Мен ісік аурулар бөлімінде істеймін. Салғырттықтың соңы неге соқтыратын күнде көріп жүрмін. Емханаға кел, өзім бәрін тексеремін». Асқар бұл емханада 12 жылдан бері қызмет етеді. Қарапайым дәрігерден бастап, ісік аурулары бөлімінің меңгерушісіне дейін көтерілді. Райхан оны мақтан тұтатын. Себебі кез келген ер азамат мұндай биікке жете алмайды. Олардың шаңырақ көтергендеріне 28 жыл толды. Соңғы жылдары ерлі зайыптыдан гөрі көршілер сияқты өмір сүрсе де, ол еш шағымданбайтын. Әр қайсының өз бөлмесі, өз әдеттері, өз ортасы бар. Олардың жасындағы көптеген жұптар осылай өмір кешеді. Қабылдау бөліміндегі бойжеткен әдеппен жымиып: «Райхан ханым, Асқар мырза сізді күтіп отыр. 3-ші қабат, 312 бөлме» деді. Жеделсаты ішінде Райхан айнадағы бейнесіне қарады. Өңі біршама сынық. Көз астында көлеңке пайда болған. Соңғы аптада ұйқысы бұзылды. Мазасыз түстер көріп, түнгі сағат 3-те оянып кетіп, төбеге қарап ұзар жататын болған. Бұл ішкі түйсік пе, әлде жас ұлғайғаның белгісі ме? 3-ші қабаттың дәлізі қымбат қонақ үй секілді көрінеді. Еденге кілем төселген, қабырғаларда көркем суреттер, ойықтарда тірі гүлдер тұр. Райхан бірнеше есіктің дасынан өтіп, өзіне керегін тапты. Есік сыртында «Асқар, ісік аурулары бөлімінің меңгерушісі» деген жазу тұр. Ол есікті қағып, жауап күтпестен ішке кірді. Асқар үлкен жазу үстелінде компьютерге үңіліп отыр екен, басында көтерместен. «Отыр, қазір» деді. Райхан қонақтарға арналған орындыққа жайғасып, бөлмені көзбен шолып шықты. Мұнда талай рет болса да, бұл кеңістіктің соншалықты салқындығына, жеке өмірден еш белгі жоқтығына таңғалатын. Бірде-бір отбасылық сурет, немесе демалыстан келген естелік сыйлық жоқ. Тек қабырғадағы жақтауға салынған дипломдар, сөредегі медициналық анықтамалықтар және бұрыштағы жасанды сияқты көрінетін үлкен фикус гүл ғана тұр. Асқар ақырын назарын экраннан бұрды. Жасы 56-да, самайын ақ шалған, алтын жекті көзілдірік таққан. Бір кездері Райхан оның салмақтылығына, өзіне сенімділігіне және шешім қабылдай білетін қасиетіне ғашық болған еді. Ал қазір сол салмақтылық ешкім өте алмайтын берік қорғандай көрінеді. «Мен сенің сынамаларың мен суреттеріңді алдым». Оның дауысындағы бір нәрсе Райханды селк еткізді. Тіпті дауыс ырғақ емес, байқала бермейтін бір шиеленіс бардай. «Сонымен не болды?» Асқар көзілдірігін шешіп, кеңсірігін уқалады. Бұл оның науқасқа суық хабар айтар алдындағы әдеті болатын. Бірақ ол науқас емес, оның жары ғой. «Райхан, мұны саған қалай айтарымды білмеймін.
Асқар, сен мені қорқытып жібердің. Ашығын айтшы. Ол көзілдірбін стілге қойып, жарының көзіне тіке қарады. Көз қарасы оғаш еді. Ол бұл жүзді көп жылдар бойы зерттесе де, дәл қазір оның жанарынан нені көріп тұрған түсін алмады. Аяныш па, үрей ме, әлде басқа ма? Сенің ұйқы безінде қатерлі ісік бар екен. Бұл сөздер тұнық суға тас атқандай ауыр дейді. Райхан аяғының астындағы жер теңселіп кеткендей сезінді. Не? Бірақ менің жағдайым жақсы ғой, еш жерім ауырмайды. Алғашқы кезеңдерде солай болады, сондықтан үнемі тексеріліп тұру маңызды. Асқар орнынан тұрып терезеге жақындады. Терезенің сыртында емхананың гүлзарлары мен орындықтар бар ұқыпты ауласы көрінеді. Бірнеше адам аурухана киіммен серуендеп жүр. Ісіктің деңгейі әзірге ота жасауға мүмкіндік береді. Бірақ тез қимылдауымыз керек. Мен Бауыржанмен сөйлесіп қойдым. Ол біздің емханадағы ең мықты хирург. Ол сенің жағдайыңды қолға алуға келісті. Райхан күйеуінің арқасына қарап отырып, ойын жинақтай алар емес. Қатерлі ісік. Онда қалайша ісік болады? Ол әрқашан өзіне күтіммен қарайтын. Дұрыс тамақтану, серуендеу, жат қоқтардан аулақ болу. Ол әлі немерелерінің мектеп бітіргенін, қызы Айсананың ғылыми еңбегін қорғағанын көру керек еді ғой. Асқар. Оның дауысы дірілдеп шықты. Асқар бұрылды, бірақ жанына келмеді. Ақ халатының қалтасына қолын салып, терезе алдында тұра берді. Білемін, бұл ауыр соққы, бірақ өзіңді қолға алуың керек. Бізде барлық мүмкіндік бар. Алла жазса, алдымен ота, кейін химиялық ем қабылдайсың. Мұндай дертпен адамдар жылдап өмір сүреді. Райхан күйеуі келіп құшақтап, жылы сөз айтар деп күтті. Біз бірге жеңеміз, немесе мен әрқашан қасындамын деген сөзді естігісі келді. Бірақ ол жай ғана қаздиып тұрды. Оның дауысы 28 жыл отасқан жарымен емес, жай ғана кезекті науқаспен сөйлесіп тұрғандай суық шықты. Ота қашан болады? Келесі аптада. Бауыржан хирург өз кестесінен сен үшін уақыт бөлді. Бұл жақсы нышан. Тексерілуге жазылу 1 ай бұрын толып кеткен екен. Райхан бұл сөзді сезімсіз ғана мақұлдап басын изеді. Ол күйеуінің айтқан сөздерінің жартысын да естіген жоқ. Оның санасында тек мен өліп кетуім мүмкін. Отадан кейін қайта оянбауым да ғажап емес. Айсана мен немерелерінді енді ешқашан көрмеймін бе? Деген жалғыз ой ғана жаңғырып тұрды. Маған сыртқа шығу керек, деді ол. Және орнынан кенеттен тұрған сондай басы айналып кетті. Асқар оған қарай бір қадам жасап еді, бірақ Райхан одан алшақтап, бәрі дұрыс. Тек маған омаша қалу керек, деді. Ол бөлмеден шығып, дәлізбен жүріп, жедел сатымен төмен түсті. Бәрі тұмандағыдай көрінеді. Күту залында тағы да сүмір шаш гүлдерінің иісі аңқып тұр екен. Бірақ бұл иіс кенет оған тынысын тарылтарлықтай, өлімнің иісіндей сезілді. Ол далаға асығыс шықты. Биылғы наурыз айы тым суық болды. Жел бетіне ұсақ, тікенектей қар ұшқындарын лақтырып жатты. Райхан жол таңдамай қойылған көліктердің, жарқыраған маңдайшасы бар азық-түлік дүкенінің, суыққа қарамастан бір әжей немересін әткеншекте тербетіп отырған балалар алаңының қасынан өте берді. Аяғы оны өздігінен жақын маңдағы саябаққа алып келді. Ол суық әрі дымқыл орындыққа отыра кетіп, еңіреп жылап жіберді. Онда қанша отырғаны белгісіз. Бәлкім 10 минут, бәлкім 1 сағат. Көз жасы таусылды. Ішінде тек бос қуыс қалғандай. Райхан телефонын шығарып, экранға ұзақ қарады да, таныстарының арасынан Кәмиланың нөмірін тапты. Құрбысы екінші қоңыраудан ақ жауап берді. Райхан, қайда жоғалып кеттім? Кеше саған 3 рет хабарластым. Сен бүгінгі көрмеге шақырайын деп едім. Кәмила, менде қатерлі ісік. Тұтқанын арғы жағында тыныштық орнады. Сосын, не дейді Райхан? Сен қайдасың? Қазір барам. Керек емес. Кек дауысынды естігім келді. Сен жалғызбысың? Асқар қасында ма?
Райхан ащы мысқылмен жымиды. Асқар маған бұл хабарды бейне бір бейтаныс адамдай жеткізді. Тіпті құшақтағанда жоқ. Қойшы Райхан, қай жерде екеніңді айтшы, барып сөйлесейік. Емхана маңындағы саябақтамын. Бірақ шынымен ақ келмей-ақ қой. Қазір үйге қайтан. Кек біраз отыра тұрайын. Кәмилә тұтқаны ұзақ уақыт қойғысы келмей, Райханнан кешке міндетті түрде хабарласуын өтінді. Райхан уәде беріп телефонды өшірді. Ол орындықтан тұрып, плащын қымтап киді. Жер асты жолына қарай бару керек еді. Машинасын бүгін алмаған. Тексерістен соң дүкен аралаймын деп ойлаған. Қандай күлкілі. Ертеңгісін ғана сатып алатын заттардың тізімін жасап отыр екен. Қонақ бөлмеге қандай перде ілу керектігін ойлаған. Немерелермен бірге жазғы демалысты жоспарлаған. Ал қазір соның бәрі түкке тұрақсыз болып көрінді. Жерасты жолының кіреберісінде халық өте көп. Қарбалас уақыт. Бәрі үйлеріне асығып барады. Райхан жұртпен бірге ағылып бара жатқанда, кенет біреу оның қолынан ұстай алды. Ол дереу артына бұрылды. Қарсы алдында жасы 60-тардағы бір әйел тұр. Бәлкім, одан да үлкен шығар. Жасын тап басып айту қиын. Өңі тотыққан, жанары ерекше ұшқындаған. Бұрыл шашы ашық түсті орамалдың астынан шығып тұр. Сыған әйелі. Үстінде ұзын етекті, түрлі түсті көйлек, білегінде толған білезік, құлағында үлкен алтын сырғалары бар. Жіберіңіз мені. Райхан қолын босатып алуға тырысты. Менде қолма-қол ақша жоқ. Бірақ сыған әйелі оның қолын жіберместен нақ ұстап тұрды. Ол Райханның көзіне тіке қарады. Бұл қарастан беймәлім бір діріл бойын билеп алды. Мен ақша сұрап тұрған жоқпын, аруым. Саған бір нәрсе айтқым келеді. Маған бал ашудың керегі жоқ. Өтінем, жіберіңіз. Сыған әйелі басын шайқады. Білегіндегі білезіктері сыңғыр етті. Бұл бал ашу емес, бұл ескерту. Мен басқалар көрмейтін нәрсені көрем. Қазір сенің басында үлкен қауіп тұрғанын көріп тұрмын. Білем, рахмет. Маған бүгін бәрін айтты. Райхан тағда қолын босатуға тырысты. Бірақ әйел оның білегін бұрынғыдан да қаттырақ қысты. Жоқ, сен түсінбейсің. Сенің қасіретің дерт емес. Сенде ешқандай ауру жоқ. Не айтып тұрсыз? Менде қатерлі ісік. Маған оны жаңа ғана күйеуім айтты. Сыған әйелі оған жақындай түсті. Одан түрлі шөптер мен ескі ағаштың иісі шығады. Дауысы бәсеңдеп, сыбырғаласты. Жанындағыларға сенбе. Сенің дертің тәнінде емес, өзгенің қолында. Зұлымдық өз үйіңнен келді. Сені қорғауы тиіс адам саған көрер қазып жатыр. Райхан селсоқ қатып қалды. Бұл сөздер тым оғаш, тым қорқынышты еді. Сіз сандырақта тұрсыз. Менің күйеуім дәрігер. Ол адамдарды емдейді. Дәрігер? Сыған әйелі мысқылмен жымиды. Емдейтін дәрігерлер болады. Бірақ өмірді қор ететін дәрігерлер де болады. Сен тексеріліп көр, аруым. Осы жерден алысқа, сені ешкім танымайтын басқа емшіге бар. Сонда шындықты көресің. Ол Райханның қолын қалай кенеттен ұстаса, солай тез жібере салды. Райхан ештеңе айтып үлгерместен әйел тобырдың арасына сеніп ғайып болды. Райхан жерасты жолының аузында білегін уқалаттырып қалды. Жүрегі атқақтап соғады. Сандырақ. Сығандардың ақша боп салау үшін істейтін айласы шығар. Бірақ бұл әйел ақша сұраған жоқ. Райхан жерасты жолына түсіп, вагонға отырды да, басын суық терезеге сүйеді. Терезе сыртында қараңғы төмел қабырғалары зымырап, сирек шамдар жарқ етіп сөніп жатыр. Жанындағыларға сенбе. Қандай бос сөз. Бірақ неге бұл күлік көңіліне шөгіп қалды? Неге бейтаныс әйелдің сөзі миынан шықпай, қайта-қайта жаңғырып тұр? Райхан Асқардың диагнозды айтқандағы жанарын есіне алды. Онда бір шикілік бар еді. Қайғыда емес, аянышта емес, басқа бірдеңе. Ол кезде мұны кәсіби дағды деп түсінген. Дәрігерлер суық хабар айта берген соң еті өліп кетеді. Бірақ ол жай ғана науқас емес. Оның жары ғой. Ол тіпті оны құшақтаған да жоқ. Қолынан ұстап, бәрі жақсы болады, Алла қаласа демеді. Бәлкім ол
сондай тұйық адам шығар. 28 жыл отасқанда оның сезімін білдіруді әлсіздік деп санайтынын білетін. Бірақ баяғыда жаңа үйленген кездерінде ол басқаша еді ғой. Себепсіз ақ бауырына басатын, күндіз хабарласып сағынғанын айтатын. Ол адам қайда кетті? Райхан өз аялдамасынан түсіп үйіне қарай беттеді. Олардың пәтері жерасты жолынан 15 минуттық жерде орналасқан. Іргелі, биік төбелі ескі үйдегі зәулім пәтер. Бұл үйді олар 10 жыл бұрын Асқардың шені өскенде сатып алған еді. 4 бөлме, 2 балконы бар. Терезесі тыныш аулаға қарайды. Райхан есікті ашып, қаранды дәлізге кірді. Асқар әрине әлі жұмыста. Ол кешкі сағат 9-дан ерте келмейтін. Ол жарықты жағып, плащын шешті де ас үйге өтті. Сабырға келу үшін Алладан жәрдем тілеп, шкафтан баттап дендерген ащы шайды шығарып, бір кесені соңына дейін ішіп бастады. Шайдың ащы дәмі тамағын қарып, бойына жылу болып таралды. Терезе сыртында қараңғылық қоюлана түсті. Наурыздың үңірі қала үстіне баяу түсіп келеді. Аулада шамдар жағылды. Төменде бір жерде ит үрді. Сосын кіреберіс есігі тарс етіп жабылды. Райхан ас үй үстелінде отырып, «Сенің дертің тәніңде емес, өзгенің қолында» деген сөзді ойлап отырды. Сандырақ. Бірақ тексер көрсеше, тек өз көңілін тыныштандыру үшін ғана. Өзін ешкім танымайтын басқа қаладағы немесе шеткері аудандағы емханаға бару керек. Сараптамаларды қайта тапсыру қажет. Егер сыған әйелі қателескен болса, мейлі, қателескен шығар. Райхан ештеңе жоғалтпайды. Ал егер рас болса ше? Бұл туралы әзірге ойлағысы келмеді. Ол өзіне тағы бір кесе ащы шай құйып алып, телефонын қолына алды. Іздеу жүйесін ашып, жеке-жай ісік аурулары емханаларын іздей бастады. Асқарды, яғни беделді бөлім меңгерушісін ешкім білмейтін, оның әйелінде ешкім танымайтын, орталықтан алыс бір жер табу керек. Сол түні Райхан көз ілмеді. Өз бөлмесінде жатып, төбеге қарап, қабырғаның арғы жағындағы Асқардың қорлын тыңдап жатты. Күйеуі кешкі сағат 10-да шамасында оралды. Томастықштағы кешкі ас туралы бірдеңе деп күңкілдеп, өз бөлмесіне кіріп кетті. Тіпті жарының жағдайын сұраған да жоқ. Сөйлесуге де келмеді. 28 жылдық неке. Олар қашан бір-бірінен алшақтап кетті. Райхан араздасқан сәтті есіне түсіруге тырысты, бірақ табылмады. Бәрі біртіндеп байқалмай басталды. Алдымен жатын бөлмелері бөлінді. Асқар жұмыстан кеш келетінін, оны оятып алғысы келмейтінін айтып ақталған. Кейін демалысқа да бөлек шығатын болды. Оның ғылыми мәжілістері, Райханның құрбыларымен саяхаты. Сөйтіп олар бір пәтерде, бірақ екі бөлек әлемде өмір сүретін бейтаныс жандарға айналды. Ол мұны бәрінде де осылай болатын шығар. Көп жыл отасқан соң сезім суып, тек үйреншікті әдет қалады деп ойлайтын. Мұны да махаббаттың бір түрі деп санады. Енді қараңғылықта жатып, ол күмәндана бастады. Асқар оған соңғы рет қашан жылы сөз айтты, қашан мақтады. Жұрттың көзінше емес, үйде, ешкім көрмейтін жерде қашан құшақтады. Ол мұның ешбірін есіне түсіре алмады. Түнгі сағат 3. Райхан орнынан тұрып, шапанын жамылды да ас үйге шықты. Су ішіп терезе алдына отырды. Аула қаңырап бос тұр. Кек балалар алаңдағы жалғыз шам ғана жағып береді. Әткеншек желмен баяу қозғалады. Ойлары тағы да сыған әйелінің сөзіне оралды. Сені қорғауы тиіс адам саған көр қазып жатыр. Ақылға сыйымсыз. Асқар оның күйеуі, қызының әкесі. Олар бұл өмірді бірге құрды ғой. Пәтер, саяжай, жиған терген ақша, ортақ достары, ортақ естеліктері бар. Ол зұлымдық тілеуі мүмкін емес. Бұл мүмкін емес нәрсе. Бірақ неге ол бүгін соншалықты суық болды? Неге оның алғашқы ойы жарым құшақтап жұбату емес, дереу хирургқа жаздыру болды? Райхан соңғы айларды есіне алды. Не өзгерді? Асқар жұмыстан тым кеш келетін болды. Бұл шамамен 6 ай бұрын басталған еді. Бұрын 8-дерде келсе, қазір оннан ерте келмейді. Онысын ауыр оталармен, науқастардың көптігімен түсіндіретін. Райхан сенді. Неге сенбеске? Сондай-ақ ол телефонына жиі үңілетін болды.
бұрын үстел үстіне тастап жуынатын бөлмеге кете беретін. Қазір телефоны үнемі жанында. Хабарлама келсе, терісі айналып, экранды алақанмен жауып қалады. Райхан мұны жұмыс бабындағы хаттар шығар деп ойлады. Дәрігерлер науқастарды желіде талқылайды ғой. Бұл қалыпты жағдай. Ал 2 ай бұрын бір оғаш қоңырау болған еді. Райхан бөлмеге кіріп келгенде Асқар біреумен сөйлесіп жатқан. Кек бір үзіндісін естіп қалды. Иә, бәрі жоспар бойынша жүріп жатыр, жақында. Ол Райханды көріп қалып, тұтқаны бірден қоя салды. Қандайда бір зерттеу туралы әріптес екенін айтты. Жоспар бойынша. Не жоспар бойынша жүріп жатыр? Райхан басын шайқады. Ол өзін өзі қинап, көшедегі бақсының сөзіне дәлел іздеп отыр. Бұл ақымақтық. Бірақ тексеріп көруге болады ғой. Тек басқа дәрігерге бару керек. Егер диагноз расталса, ол Асқарға деген күдігінен арылып, емделуге көшеді. Ал егер расталмаса ше? Жоқ, әрине расталады. Қателік қайдан келсін? Асқар тәжірибелі маман. Ол суреттерді шатастыруы мүмкін емес. Егер мұны әдейі істемесе... Райхан басын қолмен қысты. Жетті. Таңның атуын күтіп әрекет ету керек. Кеше ол желден қаланың қиыр шетінен, Қаскелең жақтан кішігірім жекежай емханасын тауып қойған. Олардың бұл мекемемен ешқандай байланысы жоқ. Ортақ таныстар да жоқ. Ертең ол сонда барады. Ол төсегіне оралды, бірақ көзіле алмады. Бір бүйірінен екінші бүйіріне аунап, таңғы сағат 6-да орнынан тұрып, дәрет алып душқа түсті. Асқар жұмысқа әдеттегідей 7:30-да кетті. Ас үйде шай ішіп отырған Райханға қарап: «Мен саған күндіз хабарласамын. Емханаға жатудың жай жапсарын сөйлесу керек», деді. Ол басын изеді. Күйеуі қоштасуға сүйген де жоқ, шығып кетті. Негізі ол мұны істемегел де көп болған еді. Сағат 9-да Райхан көлік шақыртты. Қаланың шетіне жету үшін 1,5 сағаттай уақыт керек еді. Ол артқы орындықта отырып, керезеден сұрғылт көшелерге, өз шаруаларымен асығып бара жатқан халыққа қарап келе жатты. Бұл адамдардың бәрі әдеттегідей өмір сүріп, жұмыс туралы, бала шағасы мен кешкі жоспарлары туралы ойлап бара жатқан еді. Ал ол болса, өз күйеуінің оны өлтірмекші болып жүрген-жүрмегенін тексеруге бара жатты. Шипагер емханасы көп қабатты тұрғын үйдің 1-ші қабатында орналасқан екен. Кәдімгі шеткері аудандардың бірі. Мұнда мәрмәр еден де, қымбат кофенің иісі де жоқ. Пластикалық орындықтар қойылған шағын күту залы, қолқаны қабатын хлордың иісі. Шыны тереземен бөлінген тіркеу бөлімі. Сәлеметсіз бе? Мен ісік аурулары дәрігеріне жазылғым келіп еді. Жеке куәлігіңізді беріңіз. Райхан кідіріп қалды. Куәлік. Онда оның тегі жазылған. Егер біреу Асқарды танитын болса ше, бірден хабарлап қоюы мүмкін. Төркін атымен жазылуға бола ма? Отбасында қиын жағдай болып тұр еді. Күйеуімнің біргенін қаламаймын, деді ол тәуекел етіп. Терезе артындағы әйел таңдана қараса да артық сұрақ қоймады. Райхан өз есімімен төркін атын атады. Мұрат қызы Райхан, сізді не мазалайды? Толық тексерістен өткім келеді. Маған жақында ісік болуы мүмкін екенін айтқан еді. Соны басқа маманға қайта тексерткім келеді. Түсінікті. Дәрігер Ахмет мырза 40 минуттан кейін қабылдайды. Үлгересіз. Сараптамаларды дәл қазір тапсыруға болады. Нәтижесі 2 сағаттан соң дайын болады. Қаласаңыз, бүгін дыбыстық зерттеумен кескіндік тексеруден де өткіземіз. Райхан бәріне келісті. Ол шындықты тезірек білгісі келді. Келесі 3 сағат түрлі ем-дом шараларымен өтті. Көк тамырдан қан алу, саусақтан қан алу, іш құрылысын дыбыспен тексеру, кескіндік зерттеу. Ол томографтың шолу құрылғысының ішінде жатып, 1 сағаттан соң бәрі анықталатынын ойлады. Несіған әйелі қателесті. Сонда Райханды ауыр отамен ұзақ емдеу күтіп тұр. Не, қай нұсқаның қорқынышты екенін өзі де білмеді. Дәрігер Ахмет жылы жүзді, бурыл сақалы бар, егде жастағы кісі екен. Ол Райханды бөлмесіне шақырып, орындыққа отырғызды да алдына 1 кесе су қойды. Райхан Мұрат қызы, мен сіздің тексеріс нәтижелеріңізді мұқият қарап шықтым. Ол орындықтың тұтқасын қатты қысып алды. Дәрігер оған таңданыспен мазасыздық араласқан оғаш көзқараспен қарады. Сіз маған ұйқы безіңізде ісік бар деп диагноз қойылғанын айттыңыз.
қолыңыздағы қорытындылар мен суреттерді көруге бола ма? Райхан сөмкесінен Асқар берген қағаздарды шығарды. Онда сараптама нәтижелері, кескіндік суреттер, орталық емхананың мөрі мен күйеуінің қолы қойылған қорытындылар бар еді. Дәрігер құжаттарды ұзақ зерттеп, оны компьютер экранындағы жаңа суреттермен салыстырды. Оның қабағы түйіліп, таңданысы арта түсті. Райхан Мұратқызы, бұл суреттерді қайда түсіріп едіңіз? Орталықтағы жекежай емханада. Ал диагнозды кім қойды? Менің күйеуім. Ол сол жерде істейді, бөлім меңгерушісі. Дәрігер суреттерді үстел үстіне баяу қойып, көзілдірігін шешті. Мұны сізге қалай айтсам екен? Бірақ мына суреттер сіздік емес. Не дейсіз? Өзіңіз қараңызшы. Ол компьютер экранын Райханды қарай бұрды. Мынау сіз әкелген сурет. Мына аймақты көріп тұрсыз ба? Мұнда шынымен де бөгде өскін байқалады. Ал мынау сіздің бүгінгі суретіңіз. Айырмашылығын көріп тұрсыз ба? Райхан экранға қарағанмен ештеңе түсінбеді. Түрлі дақтар бар екі сүр бейне. Мен маман емеспін ғой. Түсінікті тілмен айтқанда, бұл суреттердегі адамдардың ішкі құрылысы, мүшелерінің орналасуы, тіпті омыртқаларының пішіні де мүлдем бөлек. Бұл екі түрлі адамның суреті. Ал сіздің бүгінгі зерттеу нәтижеңіз ұйқы безіңіздің сап-сау екенін көрсетіп тұр. Ешқандай ісік жоқ. Райхан бөлменің теңселіп кеткенін сезді. Бұл мүмкін емес. Менің күйеуім тәжірибелі дәрігер. Ол шатастыру мүмкін емес еді. Дәрігер оған аянышпен қарады. Райхан Мұратқызы, мен сіздің отбасылық жағдайыңызды білмеймін. Бірақ мынаны айтуға міндеттімін. Бұл суреттерді кездейсоқ шатастыру мүмкін емес. Айырмашылық тым үлкен. Кез келген медицина студенті мұның екі бөлік науқас екенін бірден көреді. Сонда сіздің айтқыңыз келгені, менің айтқым келгені, сіз сап-саусыз. Тіпті барлық сараптамаларыңыз қалыпты. Ісік белгілері мүлдем жоқ. Райхан қозғалмастан отырып қалды. Санасының бір түкпірінде сыған әйелі хақ айтыпты деген ой жаңғырды. Бірақ бұл ой соншалықты сұмдық болған сондай, оны қабылдаудан бас тартты. Мүмкін бұл қателік шығар. Тағы бір рет тексерілсем ше? Қаласаңыз 10 рет тапсырыңыз. Нәтиже осылай болады. Сіз саусыз. Ол дәрігердің бөлмесінде тағы жарты сағат отырды. Дәрігер шыдамдылықпен сұрақтарына жауап беріп, суреттерді көрсетіп, жалған құжат пен шындықтың айырмашылығын түсіндірді. Әңгіме соңында ешқандай күмән қалмады. Асқардың берген құжаттары өтірік. Енді не істеуім керек? Деді ақыры Райхан. Дәрігер басын шайқады. Оны өзіңіз шешесіз. Бірақ ақылымды тыңдасаңыз, мен сіздің орныңызда болсам, тәртіп сақшыларына жүгінер едім. Сіз маған көрсеткен нәрсе дәрігерлік қателік емес. Бұл медициналық құжаттарды әдейі қолдан жасау. Бұл қылмыс. Райхан емханадан есеңгіреп шықты. Күннің көзі жанарын қарыды. Осы бірнеше сағат ішінде ауа райы өзгеріп кетіпті. Бұлттар тарқаған. Ол баспалдақта жарыққа көзін сығырайтып тұрып, қайда барарын білмеді. Сау екен. Ол сап-сау. Ешқандай қатерлі ісік те ота да жоқ. Бірақ неге күйеуі оған өтірік айтты? Неге суреттерді ауыстырып қойған? Неге оны хирургқа жіберді? Зұлымдық өз үйіңнен келді. Буыны босап, Райхан тұтқаға жабысты. Емханадан шығып бара жатқан бір әйел мазасызданып. Жағдайымыз жақсы ба? Дәрігерді шақырайын ба деп сұрады. Жоқ, рахмет. Кек басым айналып кетті. Ол баспалдақпен төмен түсіп, жақын маңдағы орындыққа отырды да телефонын алды. Қолы қатты дірілдегені сондай. Іздеу жолағына әріптерді әрең басты. Жеке ізгесуші. Егер Асқар бірдеңені білдіріп жүрсе, оған дәлел керек. Оған өзінен гөрі бұл істі жақсырақ түсінетін, сенуге болатын адам қажет. Ол бірнеше торатта қарап шырып, біреуіне тоқтады. Серікболат Қайратұлы, ішкі істер бөлімінің бұрынғы тергеушісі. 30 жылдық тәжірибесі бар. Отбасылық істер, зерттеулер, адам іздеу. Суретте жасы 60-тардағы, шашаңқы болса да ақылды жүзді адам. Тұтынушылардың алғысымен жылы лебіздері, кәсібилік пен сақтық туралы сөздер. Райхан нөмірді терді. Серікболат тыңдап тұр. Сәлеметсіз бе? Маған сіздің көмегіңіз керек. Бұл
Бұл өте нәзік мәселе. Келіңіз. Мекенжай торапта көрсетілген. Күтемін. Серікболаттың жұмыс бөлмесі қала орталығындағы ескі ғимаратта орналасқан екен. Тозған баспалдақтар, сықырлаған жеделсаты, қабырғаларындағы сылынып қалған бояулар. Бөлмесі шағын ғана. Бір үстел, 2 орындық. Іші толы, қағаз құжаттарға толы шкаф. Қабырғада жақтауға салынған бірнеше мақтау қағаздар мен Серікболаттың жас кезіндегі полиция киіммен түскен суреті тұр. Ізкесушінің өзі тораптағы суретінен айнымайды. Тек жанарындағы шаршаңқылық айқынырақ байқалады. Ол Райханға шай ұсынды, бірақ ол бас тартты. Сөмкесінен құжаттар салынған папканы шығарып, үстел үстіне қойды. Маған күйеуім мені өлтірмекші болып жүргендей көрінеді. Серікболаттың түрі бұзылған жоқ. Сірә, ол мұнан да сорақы нәрселерді естіген шығар. Үндеместен құжаттарды алды да, қағаздарды парақтап, суреттерді мұқият қарап шықты. Бәрін басынан бастап баяндаңыз. Райхан бәрін айтып берді. Қойылған диагноз, сыған әйелі, басқа емханаға баруы, дәрігер Ахметтің қорытындысы және күйеуінің соңғы айлардағы оғаш мінез құлқы. Серікболат сөзін бөлмей тыңдап, қойын дәптеріне белгілер соғып отырды. Күйеуіңіздің аты жөні Асқар. Орталық емхананың бөлім меңгерушісі ғой? Иә. Ал ол сізді бағыттаған хирург кім? Бауыржан. Тегі есінде жоқ. Күйеуім оны ең мықты маман деп айтқан еді. Табамыз. Тағы не айта аласыз? Күйеуіңіздің жүріс-тұрысындағы өзгерістер, оғаш қоңыраулар. Бәлкім қаржылық мәселелер бар шығар? Райхан ойланып қалды. Осыдан 6 ай бұрын ол менің өмірімді сақтандыруды талап етті. Біздің жасымызда бұл ақылға қонымды іс. Өзім де сақтандырылғанмын деді. Мен оған аса мән бермеген едім. Қандай сомаға? 48 миллион теңгеге. Серікболат ақырын ысқырып жіберді. Ал жылжымайтын мүлік, пәтер, саяжай, кімнің атына жазылған? Біз тұрып жатқан пәтер менің атымда. Сосын ата-анамнан қалған, жалға беріп жүрген пәтеріміз де менің атымда. Ал оның ата-анасының үйі өз атында. Саяжайды маған ата-анам сыйға тартқан. Яғни, егер сізге бір жағдай бола қалса, күйеуіңіз сақтандыру ақшасында осы мүліктердің бәрінде иеленеді ғой. Райхан тамағына өксік тығылғанын сезді. Иә, солай болып тұр. Серікболат қойын дәптерін жапты. Райхан Мұратқызы, мен бұл істі қолға аламын. Маған мәлімет жинау үшін бір немесе 2 апта уақыт керек. Сіз әзірге ештеңе сездірмей, әдеттегідей жүре беріңіз. Күйеуіңіздің күдіктеніп жүргенімізді білуіне жол бермеңіз. Бұл өте маңызды. Ал егер ол отаға жатуды талап етсе, Алла жазса, уақыт созымыз. Басқа маманның пікірін білгім келеді. Қорқамын, іштей дайындалуың керек демес. Не айтсаңыз да болады. Тек емханаға жатуға келіспеңіз. Райхан басын изеді. Қолы әлде дірілдеп тұр. Сіздіңше ол шынымен мені өлтіргісі келе ме? Серікболат оған ұзақ қарап тұрды. Мен әзірге ештеңе айта алмаймын. Тек деректер жинаймын. Бірақ сіздің айтқандарыңыз өте күрделі мәселе. Өте күрделі. Ол кеңседен шығып көшемен ілбіп басып келе жатты. Қала әдеттегідей тынымсыз тіршілігін жасап жатыр. Көліктер, адамдар, дүкен сөрелері. Ал Райханның ішінде бәрі күл талқан болды. 28 жыл. Қызы, немерелері, оның бүкіл өмірі шіріген іргетастың үстіне салынған екен ғой. Мүмкін бұл қателік шығар. Бәлкім бәрінің өз түсіндірмесі бар болар. Мүмкін Серікболат ештеңе таппайды, және суреттер шынымен шатасып кеткен болып шығады. Ол тек үрейден есінен адасқан шығар. Бірақ көңілінің түпкірінде ол шындықты сезіп тұрды. Күйеуі диагнозды айтқандағы суық жанарынан, оның немқұрайлылығынан, көп жылдар бойы одан саналы түрде алыстап келгеннен бәрін түсінді. Енді тек дәлелдерді күту ғана қалды. Райхан 2 апта бойы ине үстінде отырғандай өмір сүрді. Күнде үйіне оралады, Асқарға жымиып, кешкі ас дайындайды. Күнделікті ұсақ түйекті талқылайды. Бірақ іші үрей мен жиіркеніштен тарылып бара жатты. Асқар бірнеше рет ота туралы есіне салды.
Хирург Бауыржанның ол үшін арнайы уақыт бөлген, кейінге қалдыру қауіпті екен, әр күннің маңызы бар екенін айтты. Райхан басын изеп, келіскен сейді де, сосын түрлі сылтаулар табады. Емханаға жатпас бұрын Айсананы көргін келеді. Жұмыстағы істерінді аяқтауым керек. Саяжайға барып қайтқым келеді. Бәлкім бұл соңғы рет шығар. Соңғы деген сөзді естігенде Асқар жанарын тайдырып әкететін. Серікболат әр 3 күн сайын хабарласып, жұмыс істеп жатырмын, бірнеше қызықты нәрселер бар, жақында кездесеміз, деп қысқа қайыратын. Ақыры ол кездесу уақытын белгіледі. Райхан оның кеңсесіне сәуірдің жауынды бір күнде келді. Терезе сыртында жаңбыр сіркіреп, шыны бетімен су тамшылар сорғалап жатыр. Серікболат өткен жолығдан да шаршаңқы көрінгенмен, жанарында бір аңшығаттан жалын, жемтігін тапқан адамның ұшқыны пайда болған екен. Үстел үстінде қалың паққа жатыр. Отырыңыз, Райхан Мұратқызы, әңгіме ұзақ болады. Ол отырып қолын тізесіне қойып біріктіріп ұстады. Жүрегінің соққаны сондай, Серікболатқа естіліп тұрғандай көрінді. Ең бастысынан бастайын. Сіздің күдігіңіз расталды. Тіпті бәрі сіз ойлағаннан да сорақы болып шықты. Ол папканы ашып, бірнеше суретті шығарды. Алғашқысында Асқар мейрамханадан шығып келе жатты. Қасында жас, сымбатты, аққұба келген, қысқа көйлек киген әйел. Ол оның қолынан ұстап, мәз болып күліп тұр. Бұл Айнұр, 29 жаста. Сіздің күйеуіміз жұмыс істейтін емханада, хирургия бөлімінде мейірбике болып істейді. Күйеуіміз онымен 3 жылдан бері кездесіп жүр. 3 жыл. Райхан суретке қарап отырып, ішінде бір нәрсенің тасқа айналып бара жатқанын сезді. 3 жыл бойы ол өтірік айтып келген. 3 жыл бойы үйге келіп, көрші бөлмеге барып жататын, ал күндіз өз қызымен жасты, бұл қызда бауырына басатын. Менде тағы суреттер бар. Олар дәмханада, саябақта, оның үйінің қасында бірге жүр. Күйеуіміз жұмыста кешігем деген әр кеште дерлік соның үйінде болады. Серікболат үстелге тағы 10 шақты суретті жайып салды. Асқар мен Айнұр көлік ішінде сүйісіп отыр. Асқар оған гүл шоғын сыйлап жатыр. Асқар таңертең ерте оның үйінің кіреберісінен шығып келеді. Түсінікті. Райханның дауысы бөгде адамдыкіндей құмығып шықты. Жинай беріңіз. Серікболат суреттерді жинап, папкаға салды. Бұл әлі бәрі емес. Мен күйеуіңіздің қаржылық істерін тексердім. Осыдан 6 ай бұрын сіздің өмірімізді сақтандырумен бір мезгілде ол тағы бірнеше құжатты рәсімдеген. Ол бірнеше қағаздың көшірмесін шығарды. Біріншіден, ата-анасының пәтерін сыйға тарту құжаты. Ол ресми түрде Айнұрдың атына жазылған. Анасы ауырып жатқанда күткен үшін алғыс ретінде. Бірақ күйеуіңіздің анасы осыдан 7 жыл бұрын қайтыс болған. Ол пәтерді сол қызға беріп жіберген бе? Иә, ал 48 миллион теңге сақтандыру ақшасы, оған қоса шамамен 150 миллион теңгеге бағаланатын сіздің пәтеріңіз бен саяжайыңыз бар. Барлығы 258 миллион теңге. Бір отар үшін жаман олжа емес. Серікболат естігендерін қорытуына уақыт беріп, сәл үндемей тұрды да. Бірақ ең сұмдығын соңына сақтадым деді. Күйеуіңіз сізді бағыттаған хирург, есіңізде ме? Бауыржан. Мен оның өткенін зерттедім. Ол тағы бір бумақ құжатты шығарды. Соңғы 5 жыл ішінде Бауыржанның ота үстінде 3 науқасы көз жұмған. Үшеуі де 45 пен 60 жас аралығындағы әйелдер. Үшеуі де дәулетті, жақсы сақтандырылған және жылжымайтын мүліктері болған. Және үшеуін де оған сіздің күйеуіңіз бағыттаған. Райхан бөлменің шыр көбелек айналып бара жатқанын сезді. Сонда сіздің айтқыңыз келгені? Менің айтқым келгені, бұл жерде қалыптасқан жүйе бар. 5 жылдағы 3 өлім, бұл кездейсоқтық та, дәрігерлік қателік те емес. Бұл арам пиғылды жоспар. Күйеуіңіз оның алғашқы тапсырыс берушісі емес. Асқар мен Бауыржан бірігіп жұмыс істейді. Олар әйелдерінен құтылғысы келетін, бірақ ажырасқанда мүлкін бөліскісі келмейтін еркектерді іздейді. Түсінесіз бе? Ажырасқан жағдайда пәтердің, жиған ақшаның, саяжайдың жартысын беру керек болар еді. Ал бұл жағдайда әйелі ота кезіндегі қиындықтардан қайтыс болады да,
күйеуіне бәрі қалады. Оның үстіне сақтандыру ақшасын алады. Содан соң қайғыдан қан жұтқан жесір еркек Асқар мен Бауыржанға тиісті үлестерін төлейді. Бәрі таза, тыныш, ешқандай күдік жоқ. Бірақ олар мұндай тапсырыс берушілерді қалай табады? Асқардың байланыстары арқылы. Ол беделді дәрігер, белгілі бір орталарда жүреді. Кәсіпкерлер, шенеуніктер, дәулетті адамдар. Біреу шай үстінде әйеліне шағымданады. Енді біреу мүлікті бөліспей, ешқандай айғай шусыз жаңа өмір бастарсы келетін тұспалдайды. Асқар тыңдайды, байқайды, сосын қолайлы сәтте ұсыныс тастайды. Мәселеңді шешудің жолы бар. Әйелін ауыр дертке шалдығады, ота сәтсіз өтеді дейді. Ал сіз болсаңыз, ар-жданыңыз таза, қалтаңыз толы, қайғылы жесір болып қала бересіз. Бұл сұмдық қой. Бұл лас бизнес. Қанды, бірақ өте табысты. Мен алдыңғы 3 жесір еркекті тексердім. Үшеуі де әйелдері қайтыс болғаннан кейін 1 жыл ішінде қымбат көліктер мен үйлер сатып алып саяхатқа шыққан. Және үшеуі де Асқарға қатысты шоттарға қомақты қаржы аударған. Ол қайырымдылық жарнасы немесе медициналық кеңес үшін төлем ретінде рәсімделген. Бірақ сомалардың өзі-ақ сөйлеп тұр. Әрқайсысы 18 бен 30 миллион теңге аралығында. Райхан Асқардың өз жұмысы туралы қалай айтқанын, емдер жазған күрделі жағдайлармен қалай мақтанғанын, кейде үйге түміліп келіп, бүгін бір науқасынан айырылып қалдым. Қолдан келгеннің бәрін жасадым, бірақ қатерлі ісіктің аты қатерлі ісік қой дегендерін есіне алды. Ол оған аянышпен қарап жұбататын, ал ол болса, сол уақытта жарының өлімі үшін қанша ақша алатын есептеп жүрген екен. Менде сол әйелдердің есімдері бар, деп жалғастырды Серікболат. Біріншісі Гүлмира, 54 жаста. Осыдан 4 жыл бұрын асқазан ісігін алып тастау отасы кезіндегі асқынудан қайтыс болған. Күйеуі көлік жөндеу орталықтары желісінің иесі. Әйелі өлгеннен кейін 6 ай өткен соң Ақтаудан пәтер сатып ал, өзінен 2 есе жас қызға үйленген. Асқарға қатысты қорға 24 миллион теңге аударған. Уа, Алла! Екіншісі Назира, 47 жаста. Осыдан 3 жыл бұрын қайтыс болды. Ұйқы безінің ісігі, ота асқынумен өткен. Күйеуі ортанқол шенеунік. Әйелі қайтыс болған соң, оның өз күшімен құрған бизнесіндегі үлесіне ие болды. Соны 120 миллион теңгеге сатып жіберді. Оның 18 миллион теңгесі Асқарға медициналық кеңес ретінде аударылды. Ал үшіншісі Зәуре, 51 жаста. Бұл осыдан 1,5 жыл бұрын болған. Өкпе ісігі, дерт асқынған деген қорытынды. Күйеуі құрылыс фирмасының директоры. Бірақ мен оның сіңлісін таптым. Ол маған қызық нәрселер айтып берді. Серікболат дауыс жазғышты шығарып, түймесін басты. Жасы келіп қалған әйелдің өксіген дауысы естілді. Зәуренің денсаулығы өте жақсы еді. Ешқашан темекі тартпаған, спортпен шұғылданатын. Жыл сайын тексерістен өтетін. Кенеттен қатерлі ісік деді. 4-ші кезең, шұғыл ота керек деді. Мен оған басқа дәрігерге бар көр, қайта тексеріліп айтқанмын. Ол тыңдамады. Осы Асқарға сенді. Ол сондай салмақты, сондай мейірімді көрінетін. Ал күйеуі оны асықтырды. Кеш болмай тұрғанда тез қимылдайық деді. Кейін жансыздандырудан жүрегі шыдамады деді. Ал ана арам өлгір, тіпті жаназада жылаған да жоқ. Тас емшек болып тұрды да, сағатына қараумен болды. Дауыс жазбасы аяқталды. Серікболат құрлығыны жинақ қойды. Сіңлісі сотқа жүгінбек болған, бірақ ештеңе шықпады. Дәлел жоқ. Барлық құжаттар дұрыс, барлық қолдар қойылған. Күйеуі қайғыдан қан жұтқанған жесір. Дәрігерлер аянышпен иықтарын қиқандатады. Ісік ауруы лотерея сияқты. Ағзаның қалай әрекет ететінін ешкім білмейді дейді. Ал 3 айдан соң ол жесір еркек марқұм әйелінің пәтерінде көңілдес қызмен бірге тұрып жатты. Райхан тоңып қалғандай өзін өзі құшақтап отырып қалды. 3 әйел, 3 тағдыр, өз күйеулері сатып жіберген 3 өмір.
Енді ол төртіншісі болуы керек еді. Мен не істеуім керек, Серікболат Қайратұлы? Осы деректермен полицияға барайын ба? Бірақ өзіміз дәлел жоқ дедіңіз ғой. Ана әйелдің сіңлісі де тырысқан екен, бірақ түк шықпапты. Серікболат мысқылмен жымиды. Онда біздегі бар нәрсе болған жоқ. Онда куәлік бере алатын тірі құрбан болған жоқ. Және оның қолында күйеуі мен хирургтың арасындағы сөйлесу жазбасы болған жоқ. Ол дауыс жазғышты тағы да қосты. Екі еркектің бәсең, бірақ анық естілетін дауыстар шықты. Асқар, сенімдімін бе? 5 жылдың ішінде 3-ші рет емес пе? Тым жиі емес пе, Бауыржан? Қорықпа, Бауыржан, бәрі таза. Райхан маған толықтай сенеді. Ешқандай күдік жоқ. 2 аптадан соң ол отаға жатады. Сен өз ісін істейсің, біз ақшаны бөліп аламыз. 48 миллион сақтандыру мен пәтер, кем дегенде 180 миллион теңге. 90 саған, 90 маған. Ал егер бірдеңе дұрыс болмай қалса ше? Не дұрыс болмауы мүмкін? Сен кәсіби мамансың ғой. 3 рет қолынан келді, 4-шісінде де істейсің. Ең бастысы асықпа. Бәрі табиғи көрінсін. Ота кезіндегі асқыну, тоқтату мүмкін болмаған қан кету. Стандартты жоспар. Жазбадан соң тыныштық орнады. Содан соң хирургтың дауысы бәсеңдеп. Жақсы, бірақ бұдан кейін кем дегенде 1 жыл үзіліс жасаймыз. Тексерістердің жиілеп кеткені маған ұнамай тұр деді. Келістік. Райханнан кейін үзіліс жасаймыз. Бірақ бұл отаны міндетті түрде өткізу керек. Айнұр Испаниядан пәтер қарап қойды. Мына батпақтан тезірек кеткісі келеді. Ал оны асырау үшін маған ақша керек. Жақсы Асқар, күнін белгіле. Дауыс жазғыш шырт етіп өшіп, бөлме іші тым-тырыс бола қалды. Райхан қозғалмастан отырып қалды. Күйеуінің сондай таныс, күнделікті естіп жүрген дауысы оның өлімін бейне. Бір жаңа көлік сатып алуды талқылағандай сабырмен айтып отыр. Асқыну, қан кету, стандартты жоспар. Бұл жазба қайдан келді? Менің құзырлы органдарда байланыстарым бар. Бір танысым Бауыржанның жұмыс бөлмесіне тыңдау құрылғысын орнатуға көмектесті. Әрине, бұл ресми емес, бірақ іс қозғауға жеткілікті. Полиция өз тексеруін жүргізіп, сот үшін заңды дәлелдерді өзі жинап алады. Серікболат папканы жапты. Райхан Мұратқызы, мұның ауыр екенін түсінем, бірақ күйеуіміз бірдеңені сезіп қалмай тұрғанда тез әрекет ету керек. Мен осындай істермен айналысатын тергеушімен кездесуді келісіп қойдым. Оның аты Маржан. Өте тәжірибелі маман, және ол сіздің жағдайыңызға қатты қызығушылық танытып отыр. Неге? Себебі осыдан 6 ай бұрын оған Зәуренің сіңлісі шағымданған екен. Дәлел жеткіліксіз болған соң іс жабылып қалған, бірақ Маржан тынышталмаған еді. Іштей бір шикіліктің барын сезген. Енді сіздің арқаңызда оның бұл істі аяғына дейін жеткізуге мүмкіндігі бар. Райхан баяу басын изеді. Кездесу қашан? Ертең таңертең, сағат 10-да. Өзім ертіп барамын. Ол Серікболаттың кеңсесінен шығып, сіркіреген жаңбыр астында ұзақ тұрды. Жаңбыр тамшылары бетімен сорғалап, көз жасымен араласып жатты. 3 әйел. Ақша үшін қиылған 3 өмір. Енді ол 4-шісі болу керек еді. Ота үстеліне жатып, бейғам көзін жұмады да, енді қайтып оянбайды. Кешкісін үйде ол Асқарға қарап отырып, 28 жыл бірге тұрған адам тани алмады. Ол креслода отырып, планшеттен бірдеңе оқып, кейде ең мықты дәрігер деген жазуы бар сүйікті кесесінен шай ішіп отыр. Ақша үшін өз науқастарын өлтіретін ең мықты дәрігер. Айхан, өмің бозарып кетіпті. Өзіңді жайсыз сезініп тұрсың ба? Оның даусынан Райхан селк ете қалды. Жоқ, бәрі дұрыс, тек шаршадым. Ота туралы ойландың ба? Бауыржан сені қашан күтетімізді сұрап жатыр. Ойландым. Келесі аптада болсын. Маған әлде реттейтін шаруалар бар. Асқар басын изеп жымиды. Күлкісі сондай жылы, мейірімді көрінеді. Дұрыс. Кек соза берме. Неғұрлым ерте жасасақ, соғұрлым нәтижесі жақсы болады. Райхан оның жүзін көрмеу үшін керіс айналды. Әрине Асқар, түсінем. Келесі күні ол
Тергеуші Маржанның алдында отырып, өз хикаясын үшінші рет айтып берді. Маржан үндемей тыңдап, қойын дәптеріне түртіп отырды. Жасы 45-терде, қысқа шаш қойған, сұр жанарлы, қатал көрінетін әйел екен. Райхан Мұратқызы. Мырза Серікболат жинаған деректер өте құнды. Бірақ сот үшін бізге көбірек дәлел керек. Күйеуіңіз бен Бауыржанның өз ниеттерін өздері растағаны қажет. Ол үшін соттың санкциясымен ресми түрде жасалған жазба керек. Оны қалай жасаймыз? Маржан мен Серікболат бір-біріне қарады. Бізде жоспар бар, бірақ ол сіздің қатысуыңызды талап етеді. Бұл оңай болмайды. Мен бәріне дайынмын. Жақсы, онда мұқият тыңдаңыз. Біз былай істейміз. Райхан тыңдап отырып басын изеді. Жоспар қауіпті, бірақ қисын деді. Ол өлім алдында тұрса да, өзгелерге жақсылық жасағысы келетін аңқау құрбанның рөлін ойнауы тиіс еді. Егер бәрі ойдағыдай болса, қылмыскерлер өздерін-өздері әшкерелейді. Ол полиция бөлімшесінен нық шешіммен шықты. Қорқыныштың орнына суық байсалдық басты. 28 жыл бойы ол соқыр болып келген екен. 28 жыл бойы оған сондай сенген еді. Жоспар қарапайым еді, бірақ Райханнан кемірдей төзімділікті талап ететін. Ол үйіне оралып, өлім алдында тұрса да, өзгелерге жақсылық жасағысы келетін, ештеңеден сезіктенбеген әйелдің рөлін ойнауы. Бірде-бір қимылымен, бірде-бір жанармен шындықты білетінін сездірмеу керек еді. Тергеуші Маржан жай жапсарын түсіндірді. Райханның пәтері бақылауда болады. Қонақ бөлмеге жасырын микрофондар мен камералар орнатылады. Бәрі заңды, сот санкциясымен. Асқардың телефоны тыңдауға қойылды. Ең бастысы, оны қоңырау шалуға итермелеу, деді Маржан. Ол әбігерге түсу керек. Егер тез әрекет етпесе, ақшадан айырылатын түсінуі тиіс. Райхан басын изеді. Мұны қалай істеу керектігін ол білетін. Кешке ол үйге әдеттегіден ерте оралды. Асқар әлі жұмыста еді. Ол өзі сондай жақсы көретін пәтерін аралап шықты. Биік төбелер, өз қолдарымен реттеген ескі паркет. Қабырғадағы суреттер, үйлену тойы, Айсананың дүниеге келуі, 20 жыл бұрынғы демалыс. Бақытты жүздер, шынайы күлкілер. Мұның бәрі қашан өтірікке айналды. Ол терезе алдында кешкі аулаға қарап тұрып қалды. Балалар алаңында балалар ойнап жүр. Жас ана бесік арбаны тербетіп жатыр. Қарапайым тіршілік. Ал ол осы жерде тұрып, өз күйеуін, өз өлімін жоспарлаған үшін тұзаққа түсіруге байындалып жатыр. Есіктің құлпы бұралды. Асқар кіріп, пальтосын ілді де қонақ бөлмеге үмілді. Бүгін ерте келіпсің ғой? Иә, сұранып кеттім. Сенмен сөйлескім келіп еді. Ол қабағын түйіп, ас үйге өтіп, өзіне су құйып алды. Райхан оның әрбір қимылын бақылап, соңынан ерді. Су ішкені, кесені қойғаны. Шаршағанда мойнын уғалайтын әдеті. Мұның бәрін ол мыңдаған рет көрген еді. Не туралы сөйлеспексің? Райхан ас үй үстеліне отырып, қолын алдына айқастырды. Жүрегі атқақтап соқтырса да, дауысын нақ ұстады. Мен ота туралы, болуы мүмкін жағдайлар туралы көп ойладым. Асқар тарс алдына отырды. Оның жанарынан бір сәт сақтық па, әлде қызығушылық па, бір нәрсе байқалды. Сонымен не түйдің? Түсінесің бе, мен қорқамын. Өте қорқан. Ота күрделі іс. Өзім айтқандай тәуекел көп. Содан ойладым. Егер бірдеңе дұрыс болмай қалса ше, менің мұндай ойда екенімді, оған толықтай өз билігіндемін деп ойлау үшін сездіріп отыр едім. Мүмкіндігім барда бір жақсылық жасағым келеді. Не айтқың келіп тұр? Қайырымдылық. Мен пәтерді, саяжайды және жинаған ақшамды балалар хосписіне аударғым келеді. Солар туралы оқыдым. Олар керемет істер жасап жатыр екен. Асқардың жүзі өзгеріп кетті. Сәл ғана бірақ Райхан байқап қалды. Ерні жымқырылып, бет бұлшықеттері тартылып кетті. Райхан, бұл өте игі іс екен. Бірақ асықпай қойса қалай болады? Ота сәтті өтеді. Сен жазылып кетесің, сосын... Ал егер жазылмасам ше? Ол күйеуінің көзіне тіке қарады. Күйеуі бірінші болып жанарын тайдырып әкетті. Олай деме. Бауыржан
ең мықты хирург. Асқар, мен ересек адаммын, тәуекелді түсінемін, сондықтан дайын болғым келеді. Ертең нотариусқа хабарласам, қайырымдылық қорына сыйға тарту құжатын рәсімдеу үшін қандай қағаздар керектігін білем. Ертең бе? Соншалықты тез бе? Созудың не керегі бар? Ота келесі аптада ғой. Өзіңде кейінге қалдыруға болмайды дедің емес пе? Емханаға жатқанша бәрін рәсімдеп үлгергім келеді. Сонда көңілім тыныш болады. Асқар орнынан тұрып ас үйді ары-бері кезді. Райхан оның арқасының қалай ширыққанын, қолын қалай жүйкелей уғалап жатқанын көріп отырды. Райхан, мұны кейінірек сөйлесейікші. Сен шаршадың, қорықтың. Бұл қалыпты жағдай. Бірақ мұндай шешімдерді сезімге беріліп қабылдауға, бұл сезім емес, Асқар. Бұл менің саналы таңдауым. Пәтер менікі, жинаған ақша да менікі. Мен оларды өз қалауымша жұмсауға құқылымын. Райхан орнынан тұрып, оның жанына барды да қолын иығына қойды. Күйеуі бұл жанасудан селк ете қалды. Сен мені қолдайсың ғой. Мұның мен үшін қаншалықты маңызды екенін түсінесің ғой. Асқар бұрылды. Оның өңі қуарып, жанарынан әрең жасырылған үрей байқалды. Әрине қолдаймын. Менің әрқашан сенің жағында екенімді білесің ғой. Ол жарын соңғы бірнеше айда бірінші рет құшақтады. Райхан оның құшағында тұрып, әтірінің иісін, тәннің жылуын сезе отырып, осы адамның оны жаңа ғана өзгелерге берем деген ақшасы үшін өлтірмекші болып жүргенін ойлады. Қызық, ол Бауыржанға қаншалықты тез хабарласар екен? Жауабын 20 минуттан соң алды. Асқар жұмыс бабымен хабарласу керек екенін айтып, өз бөлмесіне кіріп кетті. Райхан ас үйде ыдыс жуып жатқансып, секундтарды санап тұрды. Осы сәтте үй іргесіндегі көлікте отырған Маржанның адамдары әрбір сөзді жазып жатқан еді. Кейінірек полиция бөлімшесінде оған осы жазбаны тыңдатты. Асқардың дауысы асығыс, үзік-үзік шықты. Бауыржан, бізде мәселе туындады, шұғыл. Не болды? Райхан пәтермен жинаған ақшаны қайырымдылыққа аударғысы келеді. Ертең нотариусқа баран деп отыр. Азгем үнсіздіктен соң хирургтың тістеніп сөйлеген дауыс естілді. Қап, неге кенеттен? Оты алдында, егер бірдеңе дұрыс болмай қалса, жақсылық жасап үлгердің келеді дейді. Елестетші, шамамен 180 миллион теңге балалар хосписіне кетпекші. Мұны тездету керек. Кестеңде ең жақын бос уақыт қашан? Менде ертең және бүрсігүні толып тұр. Бірақ бейсенбіде... Жоқ, бейсенбіде ол нотариусқа үлгеріп қою мүмкін. Ертең жасау керек. Қалайша ертең? Мен жоспарлы оталарды шегере алмаймын. Бұл күдік тудырады. Онда кешке жаса. Оған шұғыл уақыт табылды. Жағдайын нашарлап барады. Күтуге болмайды деп бірдеңе ойлап тап. Ол саған сенеді. Сен оның күйеусің, әрі дәрігерсің. Қаттырақ айт. Бұл өмір мен өлім мәселесі де... Тағы да үзіліс болды. Асқардың дауысы бәсеңдеп. Бауыржан, ал егер ол бас тартсашы? Бас тартпайды. Сен оның күйеусің. Сен дәрігерсің. Ол саған сенеді. Қысым жаса. Әр сағаттың маңызы бар де. Ал егер бәрібір... Асқар, маған мұқият құлақ сал. Бауыржанның дауысы қаталданып суық шықты. Біз мұны 3 рет жасадық. 3 ретте бәрі таза өтті. Қазір күмәнданатын уақыт емес. Егер сен қазір кейін шегінсең, екеуміз де түрмеге тоғытыламыз. Тек Райхан үшін емес, ана үшеуі үшін де. Гүлмира, Назира, Зәуре. Осы есімдер есінде ме? Бір іс ашылса, бәрі ашылады. Сондықтан өзіңді қолға ал да істі бітір. Сосын Асқардың құмыққан, басыңқы дауысы шықты. Жақсы, мен онымен бүгін кешке сөйлесемін. Ертең жатуға көндіруге тырысамын. Міне, ақылды адамның сөзі. Мен бәрін дайындаймын. Кешке ол ота үстелінде болады. Ал таңертең? Таңертең сен жесір боласың. Дәулетті жесір. Олай демеші. Не, ар-ұжданым оянды ма? Кеш, Асқар, тым кеш. Ал, іске көш. Қоңырау күтемін. Тұтқа қойылды. Маржан жазбаны өшіріп Райханға қарады.
Осы деректер жеткілікті. Өлтіруді жоспарлаған мойындау және бұрынғы құрбандар туралы сөздер. Біз оларды бүгін ұстаймыз. Райхан қозғалмастан отырып қалды. Күйеуінің дауысы әлде құлағында жаңғырып тұрды. Таңертең сен жесір боласың. Бәрі сондай оңай, сондай қарапайым, бейне бір дүкеннен зат сатып алуды талқылағандай. Оның өмірі туралы. Тұтқындау кешкі сағат 9-да болды. Райхан кіреберісте пальтосына оранып тұрып, қара түсті көліктерден шыққан форма киген адамдарды бақылады. Маржан рациямен бұйрық беріп жатты. Олар 5-ші қабатқа көтерілді. Есік қоңырау соғылды. Асқар есікті ашты. Ол үстіне үй шапанын киіп, қолына бір кесе шай ұстап алған екен. Не болып жатыр? Асқар Қайратұлы, сіз адам өлтіруге оқталу және қылмыстық топ құру күдігімен тұтқындалдыңыз. Жүріміз. Оның қолындағы кесе жерге түсіп, күл паршасы шықты. Шай еденге жайылып кетті. Асқар бозарып, ерні дірілдеп тұрды да, кенет Райханды көріп қалды. Ол полиция қызметкерлерінің артында тұр еді. Жанарлар тиісті. Оның көзқарасынан алдымен түсінбеушілік, сосын шындықты ұғу. Соңында бос қуыстық байқалды. Райхан, бұл түсініспеушілік. Мен бәрін түсіндіре аламын. Ол жауап берген жоқ. Тек оның қолын қайырып, кісен салған, жедел сатыға қарай жетелеп бара жатқан үнсіз бақылап тұрды. Ол артына бұрылып бірдеңе айтқысы келді, бірақ сөзі тамағына тығылды. Дәл осы уақытта емханада Бауыржан да ұсталды. Ол Асқар сияқты емес, қарсылық көрсетіп, полицейлердің бірін итеріп жіберіп, терезеге қарай ұмтылды. Оны жерге жығып кісендеп тастады. Оның бөлмесінен науқастардың тізімі, қаржылық есептер мен ота жоспарлары салынған папка табылды. Айнұрдың үйін тінткенде, оның Асқармен болашақты жоспарлаған жүздеген хаттар алынды. Испаниядағы пәтер, көлік, саяхат. Бірақ бұл ақшаның қайдан келетін туралы бірде-бір сөз жоқ. Айнұр ештеңе білмегенін айтып ақталғанымен, тергеушілер оған сенбеді. Арада 4 ай өткенде сот басталды. Райхан залда отырып, 30 жылға жуық бірге ғұмыр кешкен адамына қарады. Асқар жүдеп, 10 жылға қартайып кеткендей көрінді. Қымбат костюмі абақтының сұр киіміне ауысқан. Хирургтың күтім көрген саусақтары алдына біріктірілген. Оның қасында айыпталушылар орындығында Бауыржан отыр. Ол өзін нық ұстап, тіпті бірдеңелерді дәлелдеп, дауласуға тырысып жатты. Бірақ дәлелдер тастайнық еді. Сөйлесу жазбалары, қаржылық құжаттар, куәгерлердің айғақтары. Сотқа ана 3 әйелдің туыстары да келді. 4 жыл бойы әділдік іздеген Зәуренің сіңілісі, тәтесінен айырылған соң, өзін кінәлі санап, алданғанын білместен, өз-өзіне қол жұмсаған жездесінің қазасынан кейін есеңгіреп қалған Гүлмираның жиені. Қарындасының өлімі туралы шындықты енді ғана білген Назираның ағасы. Прокурор айыптауларды оқып жатты. Қылмыстық топ құру, адам өлтіруге оқталу, медициналық құжаттарды қолдан жасау, аса ірі көлемдегі алаяқтық. Әрбір сөз тас болып ауыр құлап жатты. Асқар үндемеді, ақталуға тырыспады. Кешірімде сұрамаған. Тек бір рет қана жанарлар түйіскенде, ол ернімен «кешір» деп сыбырлады. Райхан теріс айналып кетті. Үкім қазанның суық күнінде шықты. Асқар Қайратұлы 18 жыл қатаң тәртіптегі түрмеге. Бауыржан 18 жылға сотталып, өмір бойы медициналық қызметпен айналысу құқығынан айырылды. Айнұр қылмысқа сыбайлас болған үшін 4 жылға шартты түрде жазаланды. Судья үкімді оқып болғанда залда тыныштық орнады. Сосын бурыл шашты Зәуренің сіңлісі орнынан тұрып баяу ғана «Рахмет» деді. Оның бұл сөзді судьяға ма, Райханға ма, әлде көктегі жаратқанға айтқанын ешкім түсінбеді. Райхан сот ғимаратынан буыны босап шықты. Қазанның күні көзін қарды, жел шашын үрледі. Бәрі аяқталды. Жарты жылға созылған қорқынышты түс аяқталды. Саты алдында, оны осы айлар бойы жанынан табылған адал құрбысы Кәмилә күтіп тұр еді. Ол Райханды үнсіз қатты құшақтады. Сөздің керегі жоқ еді. «Кеттік бұл жерден» деді ақыры Кәмилә. «Саған сот пен полиция жетеді». Олар көлікке отырды. Кәмилә тізгінге жайғасты. Райхан терезеден зымырап жатқан көшелерге қарап отырып,
ары қарай не боларын ойлады. Енесінің пәтері отбасында қалды. Сақтандыру ақшасын әрине ол алмайды, бірақ оның оған қажеті де жоқ еді. Ол 52 жаста, алдында беймәлім өмір тұр. Бірақ ол тірі, ол сау және ол еркін. Соттан бір ай өткен соң, Райхан Зәуренің сіңлісімен және басқа да қаза тапқан әйелдердің туыстарымен кездесті. Олар шағын дәмханада отырып шай ішіп әңгімелесті. Жақындар туралы естеліктермен бөлісті, жылады. Олар бұл қасіреттің босқа кетпеу үшін бірдеңе істеу керек деп шешті. Солайша, дәрігерлік қылмыстардан зардап шеккендерге көмек қоры дүниеге келді. Райхан оның негізін қалаушы болды. Медициналық алдауға тап болған жандарға көмектесетін шағын ұйым. Заңгерлік қолдау, тәуелсіз сараптама, психологиялық көмек. Жұмыстың алғашқы жылында олар 20 отбасына көмек қолын созды. Қызы Айсаны әр демалыс сайын келіп тұратын. Алғашында анасын қиын сәтте қолдау үшін келсе, кейін жай ғана қасында болғысы келгендіктен келетін болды. Олар осы жылдар ішінде болмағандай жақындаса түсті. Айсана немерелерін ертіп келетін, пәтер балалардың күлкісіне, кішкентай аяқтардың дүрсіліне және жексенбіде әженің пісіретін бауырсақтарының иісіне толды. Бірде кешке соттан бір жыл өткен соң, Райхан терезе алдында тұрып аулаға қарады. Сол баяғы каштан ағаштары, сол балалар алаңы, сол орындықтар. Бірақ бәрі басқаша, жарқынырақ, жандырақ көрінді. Ол жерасты жолының аузындағы сол сыған әйелді есіне алды. Ешкім айта алмаған, немесе айтқысы келмеген шындықты бетіне басқан әйел. Райхан оны кейін қанша іздесе де таппады. Сол аялдамаға бірнеше рет барып, саудагерлер мен жолаушылардан сұрастырды. Оны ешкім танымайды, ешкім көрмеген. Мүмкін ол түсіне кірген шығар. Мүмкін күйзелістен туған елес болар. Немесе бұл өмірде түсіндіруді қажет етпейтін, ең керек сәтте пайда болатын тылсым күштер бар шығар. Телефон шырылдады. Камила. Райхан, үйдемісің? Мен пирог пісіріп едім, соны ала барайын, шай ішіп отырайық. Келе ғой, шай демдеп қоямын. Ол тұтқаны қойып жымиды. Ұзақ уақыттан бері бірінші рет жай ғана, себепсіз жымиды. Себебі керезеден күн нұры төгіліп тұрды. Себебі құрбысы пирог алып келе жатыр. Себебі сенбіде немерелері келеді. Себебі ол кіреді. Ең бастысы осы болатын. Әңгіме осымен соңына жетті. Егер де ұнаса, каналға жазылып, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпайық. Келесте кездескенше.